Қайырлы күн. 14 наурыздан бастап ego-kz порталының пайдаланушылары үшін логин, пароль және бір реттік SMS арқылы кіру жеке қолжетімсіз болады. Енді ego порталындағы деректер екі факторлы аутентификация мен қозғалатын болады. ego порталын кіру үшін пайдаланушылар логин, ин, JSN-іңізді енгізесіз, құпия сөзді енгізесіз. Мобильді азаматтар базасында тіркелген телефон номеріңізге берілетін бір реттік SMS код енгізесіз, және де сол арқылы кіріп растайсыз. Осылайша қауіпсіздік жоғары деңгейде қамтамасыз етілетін болады. Ал электрондық цифрлық қолтаңба биометрия және ego мобильді қосымшасының көмегімен QR код арқылы сканерлеу арқылы кіру әдісі сол күйінде қалады, өзгеріссіз. ego порталдың қызметтерін пайдалану үшін азаматтардың мобильді базасында тіркелген белсенді телефон номері болуы керек. Егер де номері тіркелмеген жағдайда 1414 номерге колл-центрге звондап тіркейсіздер, немесе жеке кабинетіңізде номерді ауыстырсаңыз болады. Алдағы уақытта басқа да пайдалы ақпараттармен жиі бөлісіп отырамын.